بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allah'ın tavfiqimen, Allah'ın qalauымен Allah'a mada qayta отырып сол жағы есімнің белгілерінен алдыңғы тақырыпта өттік. Ендігі келесі мәселе ثانيا علامات الأفعال يعني فعلдың етістіктің белгілеріне келдік. Алхамдулилlah. علامات الأفعال قسمان дейді. Есім фиалдың белгілері екі белгілейді. Екі түрге бөлінеді дейді. Yani birincisi alamatun müştereketun. Yani бұл жаңағы екі ортада müşterek деген. Yani мына жерде анықтамасы бар. Қазір оқи салайық. يشترك فيها نوعان من الأفعال ولا تكون خاصة بنوع معين. يعني ол екі түрлі етістіктің түрлері бар ғой енді. Сол етістіктің екі түрлі етістікке де белгі болатын белгілер, яғни муштарак деген сол. Екінші түрі аламатул хос, және де жеке бір түріне, яғни етістіктің, фиалдың жеке бір түріне. Такуну хассатан бинауин вахидин минал аф'ал, яғни етістіктің бір түріне ғана. Вахид минал аф'ал, бір түріне қатысты белгілер. Айтады. Аламатул муштаракатун. Біріншісі қод деген әріптің кіруі. Yani وهو حرف дейді мына. Ол харфтың кіруі. Харф деп, әріп деп қазақша айтып жатқаным. وهو حرف يدخل على الماضي والمضارع. فعل өзі жаңағы فعل ماضي болады, فعل مضارع болады, فعل أمر болады. Соның ішіндегі ماضي мен مضارعқа не алады? Алдыңғы сабақта біз фиалдың түрлерін өткенбіз. Yani етістіктің түрлерін өткенбіз. Мады деген өткен шақ, мудори деген ол қазір болмаса болашақта болатын нәрсе. Және де амр, фиал амр. وله مع كل نوع معا. Yani қод бүткіл нелермен осы екеуіне де қодтың қай түрі болса да, етістіктің қай түрі болса да, қод оған кіреді. Жаңағы екі түрінің біреуіне кіреді міндетті түрде. Мa'ал мади дейді. Якуну лаху дейді мa'наян. Оған егерде етістік өткен шақтың етістігімен кірген болса, оған қод кірген болса, қод харфы, онда оған екі мағына береді дейді. Тәхқиқ дегеніміз әй дейді түсіндірмeye. Ядуллу аля анна ма бa'даху хадаса фи'лан bila шәккин. Yani biz мадиді өтіп отырмыз. Тәхқиқ деген, yani ол анық, yani міндетті түрде айтады. Өзінен кейін қод деген, яғни фиал мадидің алдында қод деген келсе, ядуллу көрсетеді. Неменеге көрсетеді? Аля анна ма бa'даху өзінен келген кейінгі хадас, яғни іс нейді? Фи'лан bila шәк. Күмәнсіз істелініп қойған. Яғни өзі міндетті түрде істелінгені анық екен. Дұрыс болды. Істелінгені анық болған нәрсеге айтылады. وهذا معنى هو الأكثر
fil madi. Осы анық болған іске, істелініп қойған іске көбінесе осы мадимен келген кезде, өткен шақтың етістігімен келген кезде сондай көбінесе сондай мағына білдіреді. Мысал дейді, қод жаа зейдун, зейд келді, келіп қойды деген мағынаны білдіреді. Келгендігі анық екенін білдіреді. Қод жаа, зейдің исм, жаа етістік, қод харф. Арғарай, қод самиаллаху қаулаллати, бисмиллахир-рахманир-рахим, қод самиаллаху қаулаллати туджадилука фи заужиха. Бұл жаңағы Мужадала сүресіндегі аят. Аллах тағалам жаңағы күйеуіне жаңағы наразы болып келген жайлы естіп қойды, естіп қойған деген мағынаны білдіреді. Естіді деген білдіреді. Яғни ол іс істелініп қойған деген сөз білдіреді. Қод харажиту минал байт. Мен орысшаға да аударсақ болады. Я уже вышел из дома дейді. Мысал қод жа ұстаз, ұстаз келіп қойды деген сияқты мысалдарға көп тоқтамай ақ қояйық. Мына жерде тағы да келесі тақриб мағынасын білдіреді. Мадимен бірге келген кезде, әй дейді, әнна ма бa'даха, өзінен кейінгі келген нәрсе, ләм яхдус, яғни әлі болған жоқ. Валакиннаху, бірақта саяхдусу қарибан, сәлден кейін соның болуына қарибан жидден, яғни азақ қалды, қазір болайын деп қалды. Фәкәәннаху хадаса фи'лан, болған тура болған сияқты. Яғни қод қамати сала, өзімізге белгілі намаздың уақыты келіп қалды деп жатыр. Сала деген сала, қамат тұрды деген сөз. Қод намаздың уақыты келді, сонда общий мағына намаздың уақыты келді дейді. Қод афлахал муъминун, қод афлахал муъминун деген аятта мұсылмандар құтылды, яғни бұл жерде болайын деп қалды деген не мағына білдіреді десе, олар момындар иншалла құтылды деген сөз. Иншалла Бурж сүресінде келеді. Жоқ, шатыстым. Сол жаңағы Бурж сүресінде قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Аятты көріп алу керек, иншалла. Жалпы сол мағынаны білдіреді. Яғни осы дүниеде ақыретте иншалла құтылушылардың қатарынан деген мағынаны білдіреді. Қод жаа муаллим, мұғалім келіп қалды. Иқтараба, яғни жақындады уақыты. Қод қаматил қиямату, Алла қиямет болып қалды, жақындап қалды. Қод нәма тифлу, ұйықтайын деп жатыр, болмаса ұйықтап жатыр десе де болады. Осындай екі мағынаны контекстпен береді. Ма'ал мудорихпен келсе дейді, такуну ли саласати ма'анин, үш мағынаны білдіреді. Біріншісі ат-тақлил. Тақлил дегеніміз ол алдың сабақта алғандай руббаға келді ғой, сол руббаға келгендей аз деген аздықты білдіреді. Фатадуллу аля анна ма бa'даху қалил, өзінен кейінгі фатадуллу көрсетеді, неменеге көрсетеді? Анна арасында өзінен кейінгі келген нәрсе қалил, аз екендігіне. Мысал дейді, қод янжахул кәслан, еріншектердің азы, енді пашти еріншектердің көбісі емес, аз ғана құтылады, яғни жетістікке жетеді. Жетістікке көбінесе еріншектер жетпейді. Қод ақрау фи хазал китаб, мысал ретінде келтірген, яғни
Bu kitapta az okudum degan ma'noni bildiradi. Keyin at-takthir ko'plikni deb bildiradi. Qod degan so'z. Fatadullu ala anna ma ba'daha kathir. Ya'ni bu narsa kontekstga aytadi. Qad yanjahu mujtahid. Ya, qad yanjahu mujtahid. Mujtahiddir, ya'ni tirsatgan odam ko'pincha жетістікке жетеді. Сол сияқты мысалдар. Енді үшіншісі тахқиқ. Яғни міндетті түрде бұл тахқиқ деген міндетті түрде болып қойған нәрсе. Яғни анықтық береді, айқындық береді. Айқын болған нәрсе. Айқын болатын нәрсе. Өйткені фе'л мудорихпен келіп жатыр ғой. Ne деп жатыр аятта вақад та'ламун анни расулуллахи илейкум. Сендер білесіңдер ғой, яғни сендер менің сендерге жіберілген елші, Аллахтың елшісі екеніме анық білесіңдер дейді. Қад та'ламу білесіңдер, я? Қад та'ламу. Анық елшімін мен сендерге дейді, я? قد يعلم الله المعوقين منكم. Сол сияқты قد يعلم ما أنتم عليه. Yani бұл аяттардағы мағына сол жағы міндетті түрде білесін, яғни білетіндерің анық, Аллахтың білетіні анық деп айтып келіп жатыр. ولكن كلمة قد, яғни мынау قد сөзі жалпы харфы لا تدخل على الأسماء اسمدرجة كرميدة ولا على حرف ترغى كرميدة ولا على فعل الأمر فعل أمر كرميدة فهي علامة للماضي والمضارع وتيك ماضي جنا مضارع قانا قريب فانتصل جاء أستاذنا سوزن толтырып кетейік. قد деген келген болса ол не мади болады, فعل ماضي не مضارع болады. Кейін أدوات الشرط يعني أدوات الشرط دегеніміз ол وهي لا تدخل إلا على الماضي والمضارع فلا يجوز دخولها على اسم ولا حرف ولا فعل أمر. مثال ديدا إن رأيت زيدا فسلم عليه. Осы жерде жаңағы адауат деген жаңағы шартты белгі, қазақша қалай болады? Условия дейді, условия. Егерде дейді кімді? Зейдті көрсең, оған сәлем айт. Егер деген осы сөз. Осы сөз рa'айта. Ин рa'айта. Мен самата нәжә. Кім ауыз бекіткен, кім, яғни ауыз бекіткен емес, бұл жерде кім үндемесе, сол құтылды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисі. Яғни бұл жерде жаңағы ин, мән, осы жаңағы деген харфтар, бұлар адауат әш-шарти деп аталады осы. Егер кім бұлай болған болса дегенге келетін. Ида, лау, лау. Сол мына жерде ида. Кейін фаида. Осы файданы оқиық, содан кейін барып келесі тақырыпқа қалған. فائدة الأصل أنه لا يجوز دخول أدوات الشرط على الأسماء. يعني أصلا жаңағы адауат шарт не қылмайды, есімдерге кіргізуге болмайды дейді. Валакин бірақ та дейді